Сәлем, менің құрметті көрермендерім, YouTube көрермендерім, денсаулықтарыңыз қалай? Амансыздар ма? Ауырмаңыздар. Мен сіздерге ауырмаудың бір керемет жолын айтқым келіп отыр. Яғни өзім қатты ауыратынмын. Ауырғанда тек қана жүгінетінім бір ғана майс. Оны мен аптекадан аламын. Кез келген аптекада бар ол деген. Және өте арзан, қалтаңыздан көп ақша шығармайсыздар. Сол себептен мен енді басым ауырып, жаңағыдай қатты қиналып кеткен кезде мен тек қана қымбат дәрілерді алып ішетінмін да. Ананы салдырам, система не болады басыма. Оның бір ғана жолы аптекадан алдым. Бардым да, ол бұрынғы Советский Союздан келе жатырған майс. Білесіздер, бұл кейбіреуіңіз білсеңіздер, кейбіреуіңіз білмейсіздер, бұл Гефкамен. Мына қараңыздар. Бұл майздың білесіздер ме, қалай басқа көмектесетінін. Мигрен, менің басым ауырғанда қараптан қарап көзімнен осылай қарай алып кетеді ғой. Басымаға дейін ауырады ғой. Көзім, екі көзім ауырғанда басыммен қосып көзім ұясынан шығып кетуге қалады ғой. Представляете? Мен оны қалай тез басам? Даже мен білген жоқпын оны бірінші осылай, осы кремді қолдану керек екен, осы майзбен. Бұл аптекада өте арзан тұрады, мен оны 400 теңгеге ғана алдым. Білмеймін, аптекаларда қанша тұратыны сіздің жақта. Бұл кремнің көптеген көмегі бар. Білесіз бе, бұны тек қана сыртқы жағдайға жағасыздар. Яғни остеохондрозға өте күшті көмектеседі, радикулит. Представляете, прям жағасыздар, жаққанда бір әсерін сезесіздер. Я в шоке болып отырмын, что маған көмектесіп, сіздерге де көмектесінші деп, сіздерге де көмегі болсыншы деп, мен сіздерге салып отырған жағдайым бар, я. Жаққанда да бұны мен басым қатты ауырып, бір күні 2-3 күндей тұра алмай қалдым. Дәрі де ішіп жатырмын, прям көмегі болған жоқ. Міне көмектескен маған Гефкамен. Ол мигренға өте жақсы көмектесті. Өзіме жалпы көмектеседі. Суставтарыңызға жағыңыздар. Енді білесіздер ме? Мына ауырып қаласыздар ғой. Салқын тиіп қалады ғой. Салқын тигенде жайлап жүрекке жақындатпай өкпеңізге және артыңызға жағып жұқартып жағып қойыңыздар. Балдарға да жағуға да болады. Салқынды тездетіп шығарады. Мына мұрынның айналасына жайлап жұқартып, бүйтіп, сипап, мұрныңыз бітеліп қалса, салқын тиіп қалады ғой сізде. Простуда дейді ғой, сонда жағыңыздар. Кәдімгідей көмегі тиеді бар ғой да. Анаған барып, мананы ішіп, антибиотикқа бірден жүгірмеңіздер. Біріншіден Гефкаменді сатып алыңыздар да, көмегін көріңіздер. Сосын маған комментарийға жазып кетіңіздерші. Тағы да сіздер қандай майзды қолданасыздар, бөлісіп отырайық деген сияқты. Мен бұның көмегін басымнан жақсы көрдім. Себебі 3 күн жатып қалдым дедім ғой, 3 күн жатып қалғанда мен барында майзды алдым. Майзды алдым да жайлап, бүйтіп, басыма жақтым, жұқартып, алып бүйтіп, жағып, бүйтіп. Көзге жақындатпаңыздар, бүйтіп, сипап, массажыны, прям массаж жасап жағыңыздар. Бүйтіп, былай мұрынның айналасына бүйтіп жақтым. Бардым да жатып қалдым. Жатып қалдым да бір 2 сағаттың ішінде, мен білмеймін, әйтеуір ұйықтап қалғанмын. Анау қыздырып, майзды айтам да, қыздырып әрекеті деген өте керемет бар ғой. Содан жазылып кетті, міне Аллаға шүкір. Қазір жақсы жүрмін, күшті жүрмін. Тек ауырсаң, тек сені осылай қолыма ұстап отырам да, ауырсаң болды, сені жағам деген сияқты. Бұл аяқ астынан келетін ауру ғой, бас ауру дейтін, өздеріңіз білесіздер, бас ауру тек аяқ астынан тап келеді. Маған аяқ астынан тап келеді, тек 2 көзім шығып кетуге қалады басыммен бірге. Бұл неден? Бұл енді біздің қанымыз дұрыс айналмағандықтан. Кейбіреуіңіздер мына жерде остеохондроз дейді ғой, өте қатты кәдімгідей желкелеріңіз ауырып тартылады. Жағып қойыңыздар. Мына желкеңізге жағып, сипап, массажный ретінде жағып қойсаңыздар, өте көмегі, әсері деген енді керемет. Білесіздер ме? Жалпы мен оны неге керемет қылып мақтап отырмын, себебі өзіме көмектесті. Мен бұрыннан неге білмедім екен деймін да. Содан дейтін, мен сұраймын ғой енді, әжеме, енді үлкен кісілеріміз бар, айтамын ғой, мама, әже осылай деп сұрасам, айтады да. Бұрында, даже соғыс кезінде Гефкаменді осыны пайдаланған екен. Содан кейін де аталарым айтады, әжелеріміз,
бұрын осыны жағатын едім, ешқандай дәріге бір жақындау деген жоқ дейді да. Мен мына емдік шөптердің барлығын мен өзім осы үлкен кісілерден біліп отырамын барлығын. Сосын сіздермен бөліскім келіп отыр, иә. Яғни менің жаным ашитыны мына біздің қазақтар дамыса екен деймін, жаңағыдай тек осындай неге жүгірмесе екен деймін да, сразу тек дәріге, антибиотикке. И так та халықтың саны аз ғой. Бұл антибиотик деген адамның иммунитетін өлтіріп тастап, сізді одан сайын басқа ауруға шалдықтыра береді. Сол себептен осындай гефкамендарды пайдаланып, жұлдызша звездочкаларды білесіздер да, доктор Мом, солар барлығы да осының ішінде бар. Бұл ментол ғой. Прям жағып қойыңыздар, керемет болады. Мына желкелеріңізге жағыңыздар, суставтарыңызға жағыңыздар, аяқтарыңызға жағыңыздар, сыртқы дене мүшелеріңізге жағасыз ғой. Енді балалар ауырғанда өкпесін ысқылап, артқы жақтарын ысқылап, сөйтіп әрекет жасаңыздар, бірден дәріге жүгірмесеңіздер деймін. Яғни қатты бастарыңыз ауырса, осы гефкаменге жүгіріңіздерші, сосын маған комментарийға жазып кетіңіздер. Бұл маздың тағы да керемет пайдасы, яғни қақырықтарыңыз шығара алмай, балада қақырық шығара алмай жүрсе, ыстық суға кішкене жақпа майды араластырып жіберіп, бүйтіп ингаляция жасасаңыздар да болады. Енді көмегі өте керемет. Қақырық түспей жүрсе, қақырықтарыңыз шығады, өкпеңіз ашылады. Жалпы бұл табиғи жолмен ингаляция жасайсыздар ғой. Сонда жасап көріңіздер. Мен балдарыма, например, мен қорықпаймын, мен жасаймын, себебі көмегі бар. Сіздерге де көмегі тисін. Рахмет, мені тыңдап, мені осы күнге дейін көріп келе жатырған оқырмандарым қолдап жүрсіздер. Маған қосылмаған, тіркелмеген болсаңыздар, подписка жасап, колокольчикті басып қойыңыздар. Егер колокольчикті басып қойсаңыздар, міндетті түрде басып қойыңыздар. Басып қойсаңыздар, менің келесі шығарған сіздерге пайдалы жаңалықтарым міндетті түрде сіздің экраныңызға шығып тұрады, міне пайдалы жаңалықтар деп. Сонда басып мен бірден қарай бересіздер, тағы да қандай пайдалы жаңалықтарым бөліскенімді. Яғни маған тіркелмеген болсаңыз тіркеліп қойыңыздар, видеоның соңына дейін қараңыздар. Рахмет, ауырмаңыздар.